Қайырлы күн, құрметті көрермендер. Бүгін каналда ирис тортын дайындаймыз. Видеоны міндетті түрде соңына дейін көріңіздер, өте дәмді ерекше торт. Керек өнімдер видеоның астында толық жазылған. Ең алдымен жұмыртқаның ақ уызы мен сарысын бөліп аламыз. Ақ уызын көпіргенше миксерлейміз. Жай ғана миксермен де істеуге болады. Шетінен қантты саламыз. Ақ уыз әппақ болғанша қантпен бірге жақсылап миксерлейміз. Одан кейін сары уызды саламыз. Жақсылап миксерлейміз. Бал қосамыз. Балымыз балғын болғаны жақсы болады. Балғын бал салсаңыз, сіздің қамырыңыз созылмалы болып піседі. Бұнда сары май, өсімдік майы қосылмағаннан кейін бұл қамыр созылмалы болып шығады. Балмен бірге тұз салуды ұмытпаңыз. Нан қопсытқышты әрқашанда ұнға салып араластырамыз. Енді мен какаоны да қосып бірге араластырып аламын. Жұмыртқаның үстінен біртіндеп қасықпен салып, шетінен миксерлейміз. Қамыр үлпілдек, жұмсақ, балмұздақ секілді болып шығады. Енді дайын қамырды 3 бөлікке немесе 2 бөлікке бөліп пісіреміз. Пергамент қағазына тестамызды жаямыз. Егер пергамент қағазда күмәніңіз болса, алдын ала өсімдік майымен майлап алуға болады. Қамырды салып, шетінен тегістеп, біздің формаға келтіреміз. Пергаментқа жайып болғаннан кейін формаға салып, міндетті түрде алдын ала 10 минут бұрын ысып тұрған 190 градустағы ыстық пешке саламыз. Қамырымызды тегістеп аламыз, осылай дастарханға ақырын сілкіп. Ыстық пеште қамыр 5-4 минутта тез арада піседі. Оның дайын болғанын таяқшамен де тексеріп көрсеңіз болады. Пергамент қағазды алып тастаймын. Мен 2 корж жасадым. Енді корждарды бірінің үстіне бірін қойып, шетін алып тастаймыз, тегіс емес жерін. Осындай 2 дайын корж шықты. Енді бұны қойып қоямын. Қалған шет-шетіндегі қиықтарын блендерға үгітіп аламын. Өте жұмсақ болады. Бұл кейін бізге бетіне себу үшін керек болады. Енді кремге бөлме температурасында еріп тұрған сары майды салып миксерлеймін. Оның үстіне 1 банка вареный сгущенка саламын, және оны де жақсылап миксерлеймін. Вареный сгущенка мен сары майдың температурасы бірдей болу керек. Әйтпесе оны қосып миксерлеген кезде ол іріп кетеді. Достар, каналға тіркеліп, подписация батырмасын басып, қоңыраушаны басып, видеомен бөлісуді ұмытпаңыздар. Әрқашанда менімен бірге болыңыздар. Менің видеоларымды жібермей көріңіздер. Енді кремін жағамыз, тортты жинаймыз. Кремді 2-ге бөліп, астыңғы бөлікке және үстіңгі бөлікке тегістеп жайып аламын. Одан кейін қалған торт үгіндісін бетіне және шет-шетіне әсемдеп жағып шығамын. Дайын болған тортты тоңазытқышқа 3 сағат, 4 сағат немесе түнгіге қойып қойсаңыз болады. Оның кремі өзіне сіңіп, қамыры жұмсарып, өте дәмді үлпілдек болып шығады.
Бетіне шоколадты ерітіп, осылай жағып шығамыз. Дайын болған тортымыздың дәмін көрейік. Қараңыздар достар, өте жұмсақ екен. Дәмі керемет, ерекше екен, басқа торттарға ұқсамайды екен. Мұндай тортты мен бірінші рет жасап тұрмын. Және бірінші рет дәмін көріп тұрмын. Сіздер де жасап көріңіздер. Достар, осы видеоның соңына дейін көргендеріңізге рахмет. Каналға тіркеліп видеоларды жібермей көріңіздер. Алдыда әлі де көп рецепттер болады. Сау болыңыздар.